18 мың қаламның сырларына үңіліп, түсінуге қадам басқан Сырлы қалам жобасының бүгінгі шығарылымы табанды әрі ұйымшыл жаратылыс құмырсқалар жайында болмақ. Ендеше сіздерден болмашы өтініш, видеоларымыз ұнаса лайк басып, комментарийге пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Жазған әрбір пікіріңіз сол видеоның көптеген көрермендерге жол тартуына себеп болады. Өмірінде құмырсқаны көрмеген, ол туралы мүлде білмейтін жан жоқ шығар. Десе де, олар жайлы тереңдеп біле бермеуіміз мүмкін. Құмырсқалардың дене құрылымы тиімді әрі күрделі өмір сүру дағдысына бейімделген. Бас, дене, құрсақ сынды 3 бөліктен тұрады. Бас бөлігінде көру қуаты ерекше дамыған көздері, өткірде қарымды 2 жақтан тұратын аузы және өте сезімтал қос антеннасы болады. Ол арқылы дәмді, иісті және бағытты сезе алады. Дене бөлігінде өте жылдам әрі епті 6 аяғы болады. Кейбір аналықтары мен аталықтарында ұшуға жарамды уақытты қанаттары болады. Ал енді құмырсқалардың ас қорытуға арналған ішек жүйесі, тамақ қорын сақтауға арналған тоқ ішек және зиянды қалдықтарды сүзіп денеден шығару қызметін атқаратын бүйрек бездері сынды құрылымдар оның құрсақ бөлігінде орналасқан. Ең қызығы, құмырсқалардың сыртқы қаңқасы кристалл сияқты оңай сынатын хинтин деген заттан жасалған. Бұл оның денесін қатты әрі сынғыш, шағылғыш қасиетке ие етеді. Құмырсқалардың әлеуметтік өмірі өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Ең қызықтысы, олар 3 түрлі жыныстан тұрады. Олар патшайым, аталық және жұмысшы құмырсқалар. Көп түрлерінің бір колониясында бір ғана патшайым болып, ол өмірін жұмыртқа салумен өткізеді. Ал дрондар деп аталатын аталық құмырсқалардың жалғыз міндеті қысқа мерзім ішінде патшайыммен жүздесіп, жұптасу. Міндеті аяқталғаннан кейін ол көп ұзамай өледі. Бірақ осы бір реттік жұптасудан кейін патшайым бірнеше жылдар бойы мыңдаған жұмыртқаларды салуға мүмкіндігі болады. Ол жаңа ұяға келгеннен кейін алғашқы жұмыртқаларынан шыққан кішкентай құмырсқалар жұмысқа жарамды болғанға дейін өзі күтім жасайды. Жұмысшы құмырсқалардың да жынысы аналық болғанымен, олар көбею міндетін атқармайды. Есесіне басқа да бір қатар міндеттерді орындайды. Мысалы, азық іздеу, патшайымды және оның төлдерін күтімдеу, үйшіктерді салу, ұяны ұстау және елеуді қорғау. Құмырсқалар бір-бірімен антенналарын үйкеу арқылы, дыбыс арқылы және феромондар деп аталатын иісті химиялық заттар арқылы информация жеткізеді. Егер патшайым ауырып өмірден озатыны белгілі болса, оның орнын басатын жаңа патшайымды тауып алу бұйрығын білдіретін феромондарды шығарады. Сонымен жұмысшы құмырсқалар жұмыртқадан шығатын немесе басқа патшайымды тауып, соның күтімін жасауға әрекет жасайды. Құмырсқалар не жемейді деп сұраған жөн сияқты. Себебі олардың жемейтін заты өте аз. Шөптердің ұрығы, гүлі, насекомдардың түр-түрі, жеміс шырындары, тіпті жан-жануарлардың өлексесінде жейді. Кейбір құрлықтардағы құмырсқа түрлері қарсылық көрсетуге дәрменсіз адамдардың өзін әп-сәтте ақ сүйегін шығарып жеп қоятын көрінеді. Жоғарыда айтқандай, жаңа патшайым келген кезде азық-түлік толық қамтамасыз етілмей қалса, алғашқы шақалақтарын жан сақтау үшін жеуге мәжбүр болады. Тіпті жұмыртқалары да болмай қалған жағдайда өз ұяластарына да ауыз салуы мүмкін. Азық-түлік сақтауға жауапты жұмысшылардың 2 қарны болады. Ең үлкені қоғамдық асқазан деп аталып, ондағы тағам сұйық күйде сақталады. Ұяға қайтып оралған соң бұл тағамды патшайыммен, нәрестелерімен және басқа да жұмысшылармен бөліседі. Ал өзінің жеке асқазаны тамаққа мұқтаж болса, қоғамдық асқазандағы тағамның бір бөлігі жеке асқазанға беріледі және қорытылады.
патшайымға айналатын нәрестелері басқаларға қарағанда көбірек тамақтанады. Құмырсқалар планетамыздағы ең көп таралған жәндіктердің бірі болып табылады. Олардың жалпы саны қанша болуы мүмкін деп ойлайсыз? Ғалымдар мынадай санды көрсетеді. Бұл санды қалай санауды білмедім. Білетіндеріңіз болса, міндетті түрде жаза кетіңіз. Құмырсқалар табиғаттағы органикалық қалдықтармен және жәндіктермен немесе басқа өлі жануарлармен қоректенетіндіктен табиғи ыдыратушы болып саналады. Сол үшін де қоршаған орта органикалық қалдықтардан дер кезінде арылып, таза тұруына көмектеседі. Құмырсқалар өздері көптеген заттарды қорек еткенімен, тоқылдауықтар мен аюлардың тамаша азығы болып саналады. Сонымен қатар, олардың үздіксіз ұя жасау үшін жерді қазып, қопсытуынан топырақтың құнарлануына да белгілі ықпалы болады.